Бүгінгі тақырып тұтықпа және оның түзету жолдары. Тұтықпа логоневроз дегеніміз сөйлеудің бұзылуы, яғни баланың дыбыстарды, сөздерді, буындарды қайталап айтуы. Бұл ересектерде де кездеседі, және балаларда да кездеседі. Денсаулық сақтау ұйымының мәліметінше ер балаларда қыздарға қарағанда 5 есе көбірек кездеседі екен. Тұтықпаның түрлеріне тоқталып өтейік. Медицинада тұтықпаның 2 түрі бар. Біріншісіне невротикалық, ол жүре пайда болған, яғни баланың психологиялық соққыға тап болуы. Мысалға, стресстік жағдайлар, қорқыныш, және де бала күйзеліске тап болса, жүйке жүйесінде бұзылулар болса, балада тұтығу пайда болады. Бұл 3 және 5 жас аралығында көрініс табады. Және де бұның пайда болу себептерінің бірі енді сөйлеп келе жатқан балада, тілі дамып келе жатқан балада сөз қоры аз болатын болса, бала өз ойын толық жеткізе алмаса, балада тұтығу пайда болады. Одан кейін қостілділік билингвизм деген диагноз бар бізде. Отбасында қазақ тілін және орыс тілін пайдаланатын отбасы болса, бала өз ойын не орыс тілінде, не қазақ тілінде жеткізе алатынын түсінбей, бұл балада тұтығу пайда бола бастайды. Одан кейін өз практикамда кездескен бір отбасында бір бала тұтығатын болса, оның бауыры, яғни інісі немесе ағасы, қарындасы оған еліктеу арқылы, ол да қайта-қайта сол сөздерді қайталау беру арқылы, ол екінші балада да тұтығу пайда болған. Жүре пайда болған тұтықпада былай көрініс табады. Біріншіден, балада тыныс алу ауаның жетіспеушілігі, одан кейін жаңағы бұлшық еттердің, мысалы жақ, ерін бұлшық еттерінің тартылуы және тілдің артқа қарай тартылып кернеліп тұруы болып саналады. Екінші түрі ол туа пайда болған неврозды тұтықпа. Бұл тұқым қуалау салдарынан болуы мүмкін. Анасы немесе әкесі жағынан тұтықпа кездесетін болса, көпшілік жағдайда баласында да тұтықпа пайда болуы мүмкін. Және де ананың босануы кезіндегі бір асқынулар болса, ол жүйке жүйесіне әсер етіп, балада